20 ғасырдың басындағы мерзімді басылымдардың бәрі қазақ халқы үшін ағартушылық қызмет атқарғаны белгілі. Олардың ішінде өзгелерден қазақ газеті оқ бойып озық тұрды. Қазақ газетінің ең алғашқы нөмірі 1913 жылы 2 ақпанда жарыққа шықты. Газет қоғамдық саяси және әдеби-мәдени басылым ретінде шығарылды. Жалпы газеттің 265 нөмірі жарық көрген. Газеттің рәміздік бейнесі ретінде киіз үй таңдалды. Бұл қазақ ұлты деген мағынаны білдірді. Оның түндігі батыстан ашылып, есігіне қазақ деп жазылды. Мұны ұлт зиялылары былай деп түсіндірді: қазақ ішіне Еуропа ғылым өнері таралсын. Қазақ газеті қазақ жұртына әрі мәдениет есігі, әрі сырт жұрт жағынан күзетшісі болсын. Басылымның қазақ деп аталуына екі түрлі ой бар. Біріншіден, басылым жалпы ұлттық газет болғандықтан, мақсаты жері бөлшектеніп, елі бітіріп жүрген қазақ халқын топтастырып, бір ортаға біріктіру. Екіншіден, кітаби әдеби ғылыми айналымда қазақ атының өз аты аталмай, қырғыз атауы келгендігі белгілі. Сондықтан туған халқының төлетін қайта оралту мақсатында қазақ зиялылары өз баспасөзін осылай атауды мақұл көрген. Ахмет Байтұрсынұлы бұл жайында былай деген: аталы жұртымыздың, ауданды ұлтымыздың аруақты аты деп, газетіміздің атын қазақ қойдық. Бұл басылымның қара жігін арқалау Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынұлы және Міржақып Дулатұлының мойнына түсті. Бас редакторы Ахмет Байтұрсынұлы, ал оның өкілетті көмекшісі Міржақып Дулатұлы болды. 1918 жылы газетті Жанұзақ Жәнібекұлы басқарды. Белсенді авторлар қатарына Халел Досмұхамедұлы, Мұхамеджан Тынышбаев, Мұстафа Шоқай, Шәкәрім, Мағжан Жұмабаев, Бейімбет Майлин сынды алаштың беткес ұстар азаматтары болды. Газетті шығарудағы мақсат қазақ қоғамын ояту, жарыққа жетелеу, ұлт азаттық езгіге қатысты жорық жолына алып шығу еді. Газет 20 ғасырдың басында қазақ ағартушыларының, шәкірттерінің, жалпы ұлттың тұтастай оқитын басылымына айналды.